بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ولي الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد құрметті мұсылман бауырлар. Бүгіннен бастап біз сіздермен бірге жаңа тақырып, жаңа сабақ бастаймыз. Бұл сабақтың аты, бұл кітаптың аты қияметтің белгілері жайында. Жалпы қиямет дегеніміз не? Қиямет деген нәрсе бұл дүниенің бітуі, әрбір адамның ғұмырының бітуі, бұл дүниедегі бүкіл жан иесінің баршасы жан тапсыруы, фәни болуын міне осыны қиямет деп айтады. Расында қиямет деген ұғым көп адамдарға қызық. Ол қалай болады екен? Ол болғаннан кейін не болады екен? Одан кейін не болады екен деп адамдар ой пікірге кетіп жатады. Алла Тағала Құран аяттарында былай деп келтіреді. Адамдар сенен келіп, уа Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, қиямет қашан болады деп сұрайды дейді. Өйткені адамдардың көпшілігіне қияметтің қашан болатындығы қызық. Сонда Алла Тағала оларға жауап ретінде оларға айт, расында қияметтің қашан болатындығы және қалай болатындығы бір Аллаға мәлім. Алла Тағала қияметтің қашан болатын уақытын ешкімге білдірмейді, көрсетпейді деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сахабалар келіп, уа Аллаһтың елшісі, қиямет қашан болады? Қиямет қашан болады деп қайта-қайта келіп сұрайтын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбіреулеріне сұрақты орынсыз қойғандығы үшін кейбір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға былай деп жауап беретін. Риуаяттарда бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір жігіт келіп, уа Аллаһтың елшісі, қиямет қашан болады деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі жігітке қияметті сұрайтындай не дайындаған едің ол күнге деп айтты дейді. Басқа бір риуаяттарда бір күні бір топ жігіт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, уа Аллаһтың елшісі, қиямет қашан болады деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жігіттердің арасынан кішкентай баланы көрсетіп, мына бала өскенге дейін сендердің қияметтерің болып қояды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баяндады. Яғни кішкентай бала өскенге дейін үлкен адам дүниеден өтіп кетеді. Ал әрбір адамның дүниеден өтуі бұл ол кісі үшін қияметтің болуы, есеп қисабының болуы деген мағынаны білдіреді екен. Риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні мешітте отырған кезде атақты хадис Жибрил алейхиссалам адам кейпінде келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келіп, уа Аллаһтың елшісі, қиямет қашан болады деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұраушы кісіге қарағанда азырақ білуші деп айтты деді. Сонда Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға оның белгілері жайында, қияметтің белгілері жайында біздерге хабар бер деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметтің бірінші белгісі жалаң аяқ, жалаң бұт, жалаңаш, аш болып кедей адамдар, қой бағып жүрген адамдар болашақта зәулім үй салып жарысулары бұл қияметтің белгілері деді. Қиямет бұл міндетті түрде болады. Аяттарда Алла Тағала зәъәмәлләзина кафару алла юбъасу, Аллаға қарсы келген кейбір пенделер біздер өлгеннен кейін қайтадан тірілмейміз деп ойлады дейді. Құл бәлә, оларға айтты, ешқашан деп айтты. Қайта тірілмеу деген нәрсе ешқашан болмайды. Міндетті түрде қайтадан тірілесіңдер. Сөйтіп Алла Тағала сендердің істеген амалдарыңа сай сендердің сыйларыңды, не болмаса жазаларыңды береді деп оларға жауапқа айтты. Басқа бір аяттарда Алла Тағала Құран аяттарында инна саата ла атияту ла райба фиха, расында қиямет міндетті түрде болушы, ешқандай күмән жоқ дейді. Бірақтан да көп адамдар оны білмейді дейді. Яғни көп адамдар қазір дүние деп өзінің нәпсінің қалауыменен, өз қалауымен өмір сүріп жүріп, бір күні оған қияметтің, өлімнің қалай келіп қалғанын, ақиқаттың қалай келіп қалғанын білмей қалады екен. Енді құрметті мұсылман бауырлар, ғалымдарымыз, Алла ол кісілерден разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен және Құран аяттарынан түйген қияметтің белгілері жайында біздерге мына бір қияметтің белгілерін баяндап береді. Ғалымдарымыз айтады, қияметтің жалпы белгілері бұл үшке бөлінеді дейді. Біріншісі, қияметтің кейбір белгілері, болып кеткен белгілері бар дейді, бізге дейінгі дейді. Екіншісі, болып кетті, бірақ әлде де жалғасып жатқан белгілері бар дейді. Үшіншісі, әлі болмаған, бірақ болашақта міндетті түрде болатындығы жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерге хабар берді дейді. Қияметтің белгілері бұл әйел адамның мойнына тағатын алқа секілді, моншақ секілді деп айтты дейді. Егер де сол алқаны мысалы қандай да бір жерінен кесіп жіберсеңіз, әлгі алқада тұрған моншақтары бірінен кейін бірлері тастары
сөгіліп түсе бастайды. Және ол тастар өте тез уақытта түсіп кетеді. Қияметтің белгілері де сондай. Бір белгісі шыға ма, артынша екінші белгі, одан кейінгі үшінші белгі. Яғни адам баласына уақыт бермейді екен, демалу бермейді екен. Бірінен кейін бірі бола береді екен. Қияметтің белгілерін ғалымдарымыз екіге бөліп қарастырады. Біріншісі кіші белгілері және екіншісі үлкен белгілер деп айтады. Кіші белгілерінің көпшілігі, басым бөлігі 99% бұл әлемде орын алып қойды, яғни болып қойды. Кейбіреулері болып бітіп қойды, ал кейбіреулері болып жатыр, әлде де жалғасып жатыр. Кейбіреулері әлде де енді болатындығы жайында ғалымдарымыз біздерге хабар береді. Ғалымдарымыз қияметтің ең бірінші кіші белгілері бұл мынау деп айтады. Бұл кітапты ғалымдарымыз өте сенімді деректермен, сахих хадистерменен тізбектеп жазып берген екен. Қияметтің ең бірінші кіші белгісі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жер бетіне пайғамбар болып келуі, бұл қияметтің кіші белгісі дейді. Алла Тағала Құран аяттарында иқтарабатис саату ваншаққал қамар, адамдарға қиямет жақындады және ай екіге бөлінді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде тұрып жатқан уақытында бір топ мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, өзің пайғамбар болатын болсаң, ақиқат пайғамбар болатын болсаң, онда біздерге бір мұғжизаңды көрсет деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолындағы аса таяқпенен айдың үстінен бір сызып екіге бөлді дейді. Сөйтті де бір бөлігін жердің шығысына, екінші бөлігін жердің батысына қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ажыратып жіберді. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол бөлінген айда қайтадан екеуін қосып қойды. Сонда мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл мұғжизасын көрсе де, сен сиқыршысың, бұлай жасау тек қана сиқыршыларға тән деп бет бұрып кеткен екен. Заманауи ғалымдарымыз айды зерттесе, шынымен де айдың бетінде баяғыдан бөлінген бір жаңағы сызық бар екендігін байқады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалған мұғжиза екен. Сахл ибн Саад радиллаху анхудан жеткен хадисте сахаба кісі былай деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын, былай деп жасағанын мен өз көзіммен көрдім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен және қиямет екеуміз былай келдік деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соқ саусағыменен ортаншы саусағын көрсетіп екеуін қосты дейді. Яғни менен кейін қиямет келеді, яғни арамыз өте тым жақын болады деп. Аяттарда Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды хатамун набиин, пайғамбарлардың төресі, пайғамбарлардың ең соңғы мөрі деп сипаттады. Яғни бұл пайғамбардан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін ешқандай жер бетіне пайғамбар келмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейінгі келетін зат ол тек қана қиямет болады екен. Яғни өмірдің бітуі болады екен. Басқа бір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде қияметтің ең алғашқы желі, ең алғашқы легі бұл менмін деп айтты. Мысалға, жер бетіне жауын жауатын болса да, немесе жел тұратын болса да, алғашқы жел сәл бәсең болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол ең алғашқы келген бәсең жел, салқын самал жел, бұл менмін деп айтты. Менен кейін уже қияметтің ауыр белгілері келеді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерге хабар берген екен. Сол үшін адам баласы қияметтің болатындығын біле тұра, мына дүниеге, алдамшы дүниеге адам баласы қызығып, ақыретті ұмытып кетуі болмайды екен. Алла Тағала Құран аяттарында біздерге мен сендерді жер бетінде халифа қылып, басшы қылып жараттым дейді. Яғни адам баласына жер бетінде бүкіл нәрсе бағынышты болып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде арасында мына дүние өте тәтті дейді. Адам баласы ақша тапқан сайын, қолына дүние біткен сайын не істейді? Рахаттанады. Ол оған тәтті болып келеді. Хадира, сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла Тағала дүниені жап-жасыл әдемі қылып жаратты дейді. Мысалға, далалы жер жап-жасыл әдемі, шөп жап-жасыл әдемі, гүл жап-жасыл әдемі. Адам баласының көзін қызықтырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінің жалғасында айтады, осы дүниеге дейді, Алла Тағала осы тәтті дүниені, жап-жасыл дүниенің ішінде сендерді басшы қылып жаратып қойды дейді. Қияметтің күні сендерді сынаққа алу үшін, мына дүниеде сендер не істейтіндіктеріңді көру үшін, және қияметтің күні сол істеген амалдарыңа Алла Тағала есеп шығару үшін осы дүниеде сендерді басшы қылып жаратып қойды дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінің жалғасында фаттақуд дуния, дүниенің фитнасынан қорқыңдар деп айтты. Яғни дүние үшін бір-бірлеріңнің абыройларыңды төгіп, қадір қасиеттеріңнен айырылып, қандарыңды төгіп, жандарыңды алмаңдар деген риуаятты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерге жеткізген екен. Басқа бір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниенің өте аз екендігі, Алланың алдында түкке тұрғысыз екендігі жайында
хадистерінде былай деп айтады: мына бір дүниенің мысалы дейді, қайсы біреуің теңіздің жағасына келіп, саусағын теңізге батырып қайттан шығарса, сөйтіп қолына қарасыншы дейді, саусағына. Сол теңізден өзіне не алып қала алды, соны қарасыншы дейді. Яғни қандай да бір адам теңіздің жағасына келіп, теңізге қолын батырса, саусағын, сөйтіп оны қайтадан шығарса, сөйтіп сәл күтсе, қолындағы су оның жаңағы денесіне сіңіп кетпейді ғой, бәлкім не істейді, кеуіп кетеді ол су. Бұл дүниеде сондай екен. Адам баласы бұл дүниеде қанша қаражат тапқанменен, қанша дүние жинағанменен, бәрібір арғы дүниеге, ақыретке, қабірге өзімен бірге алып кете алмайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам риуаяттарында қияметтің ең алғашқы белгісі дейді, ол менмін деп айтты дейді. Ол менмін. Менен кейін пайғамбар келмейді, менен кейін тек қана қиямет келеді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі біздерге хабар берген екен. Алла Тағала білуші әрі үстем. Ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.